Қайырлы күн, балалар. Біздің бүгін көретін сабағымыз нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бұл бөлімде сендер дауыссыз дыбыстардың түрлерімен танысқан болатынсыңдар, иә? Міне, дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Үнді, ұяң, қатаң деп. Осыны біз жатқа білуіміз керек. Дыбыстық талдау жасағанда айтып отырамыз, иә? Енді бүгінгі сабағымызда соған байланысты тапсырмалар орындаймыз. Өзгеріске ұшырайтын әріптермен де таныстық, дыбыстармен. Қ мен Ғы, Л мен Р, Н мен Ң деген сияқты, иә? Бірінші жаттығуды, өлеңді өзіміз түсініп оқимыз. Содан кейін барып, оның астындағы сұрақтарға, тапсырмаларға жауап береміз. Сендерге сұрап тұр, қай қатардағы сөз жоғарыдағы өлеңнің аты бола алады? Соны дәлелдеп, сендер осының мектебім, екінші бесігім. Қайсысын сендер осы өлеңге тақырып қылып қояр едіңдер? Соны таңдайсыңдар да жазасыңдар. Тек тақырып жазасыңдар. Өлеңді көшірмейсіңдер, өлеңді тек оқисыңдар. Одан кейін екінші сұрақ тұр мінекей қызыл дөңгелекпен. Екінші дейтіндері құшағы, бағы сөздерін көшіріп жазасыңдар да бірден аны алып тастап қасына жазасыңдар. Мысалы, құшағы деп жазасыңдар да сызықша қойып қасына ы дыбысын алып тастағанда қалай болады ол? Құшақ. Не осылайша жазып орындаймыз. Одан кейін екінші тапсырманы оқимыз. Ол жерде мазмұнда беріліп тұр. Көп нүктенің орнына Н, Ң әріптерінің тиісін қойып көшіріп жазуымыз керек. Болды. Осы екі тапсырманы орындап, маған Окедусқа жібереміз. Сәттілік.